Сәлем достар, сіздерге бүгін өкінішке орай біздің елімізде де болып жатқан зорлық-зомбылық тақырыбында Отандық жауап бер деген аянышты киносына қысқаша шолу жасаймыз. Кино жайлы қысқаша білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Кино басында Майя деген қыз жігітімен телефон арқылы сөйлесіп тұрады. Сөйлесіп болғаннан кейін оған тағы біреу қоңырау шалып, жылаған дауыспен тезірек теледидарды қосуын сұрайды. Онда беделді біреудің ұлы Асқар Ашимовтың қайтыс болғаны жайлы айтып жатыр екен. Және ол кісі өлімі екенін, оған күдікті ретінде әйелі ұсталғанын айтады. Кейін тағы бір әйел сол жаңалықты қарап тұрып шайын төгіп алады. Оған күйеуі анасының келесі айда ем алуға келетінін айтып, ол болса біз ажырасамыз ғой, енді сенің анаң әпкелерің де мені қызықтырмайды дейді. Сосын тағы да екі әйел сол жаңалықты таңғалып мұқият қарап отырады. Күйеуімен ажырасқалы жатқан Жанар деген әйел адвокат екен. Ол күдікті әйел Дианаға келіп, осы істі де қолына алмақшы екенін айтады. Күдікті Диана ауруханада жатыр екен. Ол өзіне адвокат керек жоқ екенін, ештеңеге кінәлі емес екенін айтады. Түріне қарасан енді адам шошырлықта екен. Күйеуінен таяқ жегенге ұқсайды. Жанар оған сізге сыртта күйе жағып жатыр. Мен отбасылық зорлық-зомбылық мәселесінде көптеген істі сәтті шапқанмын. Сізге шынымен де көмектескім келеді дейді. Сосын оған егер қылмысты мойныңызға алсаңыз, біз сізді қорғап алып шығамыз дейді. Диананы сол қылмыс болған жерден ұстап алған екен. Ол адвокатқа мен істемеген қылмысты мойныма қалай аламын дейді. Сосын Жанар прокурордың кім болатынын біліп, соған қоңырау шалады да Диананың күйеуін өлтірмегенін айтады. Прокурор алдында жаңалықты мұқият қарап отырған әйел екен. Ол Жанарға оның өлтіргенін дәлелдейтінін айтады. Солай сот өтетін күнде келеді. Онда прокурор 1999 жылғы Оспанова Диананын 2023 жылдың сәуір айында 1986 жылғы Асқар Ашимовпен танысқанын, ол сол жылдың тамыз айында үйленуге ұсыныс жасағанын, қыркүйек айында тойлары болып, кейін Оспанованың ішімдікке тәуелділігі болғасын, екеуінің арасында үнемі ұрыстар болғанын, 2024 жылғы маусым айында тіпті екеуі ажыраспақшы болып, бірақ Оспанова түзелетінін айтып, екеуі қайта қосылғанын айтады. 28 маусымда Диана кешкі 8-де барға барыпты. Сол бардың иесі өзі екен. Ол құрбыларымен бірге ішіп отырғанда Ашимов келіп қосылыпты. Кейін екеуінің арасында келіспеушілік болып, түнгі 3 кезінде ұрыстары төбелеске айналыпты. Ашимов Оспановаға қол жұмсап, Оспанова болса ішімдіктің әсерінен ашуланып, оны темір мүсінмен басынан бір ұрыпты. Содан Ашимов бірден көз жұмған екен. Бұл мәліметтерді прокурор солай жеткізіп, Оспановаға қасақана кісі өлтірді деген айып тағылуы керегін айтады. Кейін судья Оспановадан қылмысты мойнына аласың ба деп сұрайды. Ол мойнына алмайтынын айтады. Сосын судья жәбірленуші ретінде сөзді Майяға береді. Ол ағасы мен Диананың барда танысқандарын айтып, Асқардың түсірген видеосын көрсетеді. Ол Дианаға бірден ғашық болып қалған екен. Сосын ол Диананың соңынан біраз жүріпті. Диана болса оған кәсіпкер екенін білгенде ғана қызығушылық танытқан екен. Кейін Асқар Майяны сол барға Дианамен таныстыруға шақырыпты. Диана бастапқыда Майяға да ұнаған екен. Ол ерекше, әйелге тән энергия шашып тұрғандай болыпты. Сосын кинода сол танысқан жерін көрсетеді. Сол кезде Асқардың Дианаға қатты ғашық болып қалғаны көрініп тұрады. Екеуі шет елге барып, Асқар сонда үйленуге ұсыныс жасапты. Диана оған келісімін беріп, солай екеуі бірге тұрмақшы болып, Ашимовтың үйіне келгенде Диана суреттен біреуді танып қалғандай болыпты. Майяның айтуы бойынша ол Рүстем деген Диананың бұрынғы жігіті екен. Солай екеуінің тойы болып өткеннен кейін Диананың мінезі өзгеріп кетіпті. Екеуі әсіресе Диананың өткеніне байланысты жиі ұрсыса берген екен. 2024 жылдың жаңа жылын барлығы отбасымен жиналып, тойлайын деп жатқанда Диана көңіл күйсіз келіп, көп ішіп қойып жанжал шығарыпты. Адвокат оларға бұл жағдай қылмысқа еш қатысы жоқ екенін айтады. Судья оған келісіп, кейін үзіліс жариялайды. Келесі отырыста адвокат Майяға егер Диана тойдан кейін күрт өзгеріп кетсе, сіз оған ағаңыз кінәлі деп ойламайсыз ба дейді. Майя сұрақты түсінбегенін айтып дұрыс жауап бере алмайды. Кейін адвокат егер Диана ішімдікке тәуелді болса, ағаңыз ше, ол да тәуелді болып па еді деп сұрайды. Майя оның ішсе де өз шамасы білгенін айтады.
Ал Диананың ішкенін өз көзіммен қанша рет көрдім дегенде 2-3 рет деп жауап береді. Осы жерден сот келесі отырысқа дейін аяқталады. Судья Гусейнова Раушан үйіне келгенде күйеуі оның келгенін көріп шай жасап, ұлы болса онымен сөйлескісі келетінін айтып жатқанда судья Раушан шаршап уақыты жоқ екенін айтады. Ал адвокат Жанардың үйіне қайын әпкесі мен енесі келіпті. Олар бұлардың ажырасайын деп жатқаны жайлы беймәлім екен. Екеуі оған дікіндеп, қайда жүрсің, тамақ ішеміз бе жоқ па деп айғайлай жөнеледі. Жанар оларға жұмыстан келгенін айтса да, олар айғайлауын қоймайды. Сосын күйеуі оны сөйлесуге алып кетті. Мүмкін шынымен де сен үнемі жұмыста болғасын, жұмысты ғана ойлағасын, біздің отбасымыздың шырқы бұзылған шығар дейді. Жанар оған не дерін білмей қалады. Прокурор Сандуғаш отбасы бар адаммен көңіл жарастырып жүр екен. Ол адам оған қоңырау шалып, барлығы жақсы ма, саған алған үйім ұнады ма деп сұрайды. Сандуғаш барлығы жақсы екенін айтып, сот жайлы сөйлескісі келгенде, әлгі адамға қызы кедергі болып қалады. Иә, бұлардың өздерінің де жағдайлары мәз емес екен ғой. Келесі сотта Диананың құрбысы оның керемет адам екенін айтады. Ол тойдан кейін барға келмей, оны осы құрбысына тапсырған екен. Себебі Асқар оны қызғанып барға баруына қарсы болыпты. 28 маусым күні екеуі барда отырғанда Диана Асқардан кеткісі келетінін, бірақ Асқардың оны жібермейтінін, оданша өлтіріп тынатынын айтыпты. Ол Асқар жақтан психикалық және физикалық зорлық көрген екен. Екеуі солай барда отырғанда Асқар мас болып келіпті. Сосын ол Дианаға тиісіп дікіндей бастапты. Сол кезде Диана айғайлап, мен енді сені жақсы көрмеймін, түсінші деп. Содан кейін екеуі құрбысының кабинетіне барып тынышталғандай болыпты. Сосын құрбысы үйіне кетерде оларды тексермекші болғанда, олар барлығы жақсы екенін айтыпты. Кейін сот медициналық эксперті сөйлейді. Ол өлімнің қатты темірмен ұрғаннан болғанын айтады. Ол зат кішкентай мүсін екен. Адвокат сол кезде Оспанованың 3 қабырғасы сынып, басы жарақаттанып, мұрны сынғанын айтып, сол жағдайда ол тұрып Асқардың басынан ұра алуы мүмкін бе деп сұрайды. Эксперт мүмкін емес екенін айтады. Сосын адвокат Асқардың телефонының пин-кодын Майя біледі. Біз оны айғақ ретінде қарастыра аламыз дейді. Бірақ Майя оған келіспейді. Солай кезекті сот отырысы да аяқталады. Келесі отырысқа куәгер ретінде Рүстем Бексейітов деген Диананың бұрынғы жігіті келеді. Олар 3 жылдай бірге болып, алдыңғы жылдың көктем айында екіге кеткен екен. Сосын жаңа жылдың алдында оны кездейсоқ Асқармен бірге көріп қалыпты. Ол Дианамен таныс екенін айтқанда Асқар тағы шу көтеріп ашуланып кетіпті. Рүстем соңғы рет Асқарды 28 маусым көріпті. Яғни Асқардың өлген күні. Екеуі покер ойынында кездейсоқ кездесіп қалыпты. Рүстем одан әйелі туралы сұрағанда ол Асқарға ұнамай қалып, солай Рүстемге атылып, мен сенің кесірінен Диананы өлтіремін депті. Тым қатты қызғаншақ адам болған екен ғой. Солай тағы да сот үзіліс жариялайды. Жанар мен Сандуғаш бірге ішімдік ішіп, әңгіме дүкен құрып отырады. Сөйтсе екеуі бұрыннан жақсы араласады екен. Қанша көңілді болғандарымен өздерінде де мәселе жетіп жатқасын, үйлеріне көңілсіз болып қайтады. Жанар үйіне келгенде енесі тағы оны жамандап шу көтеріп жатады. Сандуғаш үйіне келгенде оны әлгі отбасы бар адам күтіп отыр екен. Қызық дегенде ол Сандуғашқа үйленуге ұсыныс жасайды. Судья Раушанға ұлы бір қыз жайлы айтып, соған үйленетінін айтады. Ол болса қарсы екен. Сандуғаш әлгі адамға қайдағы үйленген, сен үйленген адамсың дейді. Ол оған бәйбішесі тоқал болуға рұқсатын бергенін айтады. Жанардың қайын енесі ажырасатындарын біліп қалып, сол жайлы дұрыстап сөйлеспекші болады. Раушанға ұлы әлгі қыздан баласы болатынын айтып, Раушан жақтырмай қалады да барлығына күйеуін кінәлайды. Жанар болса бала көтере алмай жүр екен. Сол себепті отбасының шырқы бұзылыпты. Солай Сандуғашқа әлгі адам барлық жағдайын жасап жатқанын айтса, Раушан керісінше күйеуіне сендер менсіз түктеме істей алмайсыңдар. Бұл үйдің еркегі мен, ал сен болсаң қатынсың дейді. Күйеуі ашуланып, сен жұмыста болғанда мен үйде барлығын сен шаршамас үшін істейтінмін дейді. Жанар да күйеуіне Раушанның айтқанындай айтып, Сандуғаш болса мен жалғыздыққа үйренгенмін дейді. Раушан күйеуінің кезінде керемет адам болғанын, кейін түк істемей барлығын сынауды ғана білгенін айтып, 25 жылдың құр кеткенін айтады. Сандуғаш та 10 жылының жай кеткенін енді түсінгендей болады. Жанар да ең дұрысы жалғыздық екенін түсінеді.
Солай Жанар мен Сандуғаш үйлерінен кетіп, Раушан болса үйінде қалып керісінше күйеуі кетеді. Солай Диананың да куәлік беретін кезегі келеді. Ол басында Асқардың ұқыпты, сыпайы болғанын, бірақ ол кезде өзі жаңа ара қатынасқа дайын болмағанын айтады. Сонда да Асқар қамқорлық жасауын тоқтатпапты. Солай ол өзіне Диананы ақыры ғашық етіпті. 3 айдан кейін ол ұсыныс жасап, Диана барлығы ерте болса да келісімін беріпті. Асқар тіпті оның өткеніне қарамайтынын айтыпты. Сол күні Диана бақыттан басы айналып жүргенде Асқар кешке ішіп алып, өзін басқа жағынан көрсеткен екен. Ол Диананың шешінгенін телефонға түсіргісі келіп, Диана оған келіспепті. Сосын таңертең ол есін жиып Дианадан кешірім сұрапты. 1 айдан кейін той болып, кешке барда отырмақшы болғандарында Диана Асқардың есірткі қабылдап жатқанын көріп қалыпты. Сосын үйлеріне барып сөйлеспекші болғанда Асқар әңгімеден қашып, тағы да неке түндерін видеоға түсіргісі келіпті. Диана келіспегесін ашуланып ұрыс шығарыпты. Таңертең тағы дым болмағандай кешірім сұраған екен. Бірақ Диана одан қорқақтап қалыпты. Ол ашуланғанда күрт өзгеріп, тиран болып кетеді екен. Ол Диананы әр нәрседен қызғанатын болыпты. Телефонын, хабарламаларын барлығын тексеріп, содан Диана тіпті жұмысқа баруын, достарымен араласуын барлығын тоқтатыпты. Солай Диана жалғыздықты сезінген екен. Жаңа жылда екеуі Рүстемді көріп қалғаннан кейін ол ашуланып, Дианаға аузына келгенін айтыпты. Содан кейін Диана шыдамай үйге барғанда жанжал шығарған екен. Сол күні түнде ол Дианаға бірінші рет қол көтеріпті. Таңертең Диана одан кетпекші болғанда ол тағы кешірім сұрапты. Содан кейін олардың ара қатынастары басқаша деңгейге өтіп, ол оны үйде жиі қамап, көп ішіп, жиі есірткі қабылдайтын болыпты. Тіпті қолын да жиі көтеретін болған екен. Сосын наурыз айында Диана кетіп қалып, бірақ оны жақсы көргендіктен 1 айдан кейін қайтып барыпты. 28 күні Диананың құрбысы кеткеннен кейін екеуі кабинеттен залға шығып, Диана оған ажырасқысы келетінін айтыпты. Асқар болса есірткі қабылдап алып, Рүстеммен бірге болдым ба деп сұрапты. Диана иә дегесін, ол одан сайын ашуланып, Диана оған сен екеуміз үйленгеннен кейін де менің көзіме шөп салғансың деп өзін жіберуін өтініпті. Сол кезде Асқар оған қол көтеріп, жұдырығымен ұрып, тіпті аяғымен де тепкен екен. Сосын қылқындырып оны лақтырып жібергеннен кейін Диана есінен танып қалып, ауруханада бірақ оянғанын айтады. Сол кезде Майя Асқардың телефонының құпия сөзін беруге келісетінін айтады. Телефонды ашқанда ол соңғы сәтті видеоға түсіріп алыпты. Диананың жатқанын түсіріп есірткі қабылдап тұрғанда Диана мүсінді алып басынан бір ұрған екен. Демек Диана өлтірген болып тұр ғой. Бірақ ол өзі шарасыз күйде қалай өлтіргенін түсінбей қалған секілді. Прокурор қылмысты сараптау бойынша өтініш хат болатынын айтады. Сосын ол Дианаға қатысты қасақана өлтіру бойынша айыптаудан бас тартады. Істі қайта қарап, қылмысты зорлық зомбылық салдарынан өзін қорғау мақсатында жасалған қылмыс деп қарауын өтінеді. Судья да адвокат та оған келісіп, Майядан сұрағанда ол да қолдайтынын айтады. Солай барлығы бір түрлі болып, судья тағы да үзіліс жариялайды. Майяны кішкентай кезінде мінезі шатақ болғасын анасы ұрған екен. Майя оны анасына айтып ашуын білдіргенде, анасы мен Асқарды әкесі ұрғаны, анасы Майяны ұрғаны белгілі болады. Сонда бұларға қол көтеру әдет болып кеткен ғой. Солай Майя анасын жек көретінін айтқанда, анасы тағы оған қол көтереді. Содан Майя ашуланып жігітіне барады. Жігітінің бар ойы басқаша болып, күшпен арам ойын жүзеге асырады. Сосын ол дым болмағандай Майямен қоштасып үйіне кетеді. Байлардың да өмірі біз ойлағандай керемет емес екен ғой. Жап-жас қызға обал болды. Кейін судья Диананы қасақана кісі өлтірді деген айыптан ақталғанын айтып, сотты жабады. Бірақ сонда да шарасыз күйде кісі өлтірді деген айыбы бар. 2-3 жылға қамалған болар. Солай кино өз мәресіне жетеді. Өте ауыр кино екен. Бір жағынан салтанаттың жағдайына да ұқсайтын секілді. Осындай зорлық зомбылық тоқтап, қыздарымыз ешқашан жыламаса екен. Сіздермен келесі видеомызға дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар.